мына Құрандағы Хизр пайғамбар жайында бір рауият бар. Сол рауиятта жаңағы Мұса пайғамбар жайында ғой бұл енді. Мұса пайғамбар Құдайға, яғни Алла дейміз ба, өздерінің сол кездегі Құдайы ғой енді. Сонда менен ақылды адам бар ма деп Құдайдан сұрайды да. Өйткені ол енді Құдайдың пайғамбары болып келеді ғой. Сол кезде Құдай оған айтады, сен енді ақылды адам бар деп. Сен оны өзің іздеп табасың деп. Мен енді ұмытып отырмын. Сондай бір оқиғалары бар. Бұл Хизр дейтін пайғамбар болады. Оны қалай табам дегенде, Құдай айтады, сен қолыңа андай балық алып ал дей ма, сондай бірдеңелер бар енді. Өстіп жүріп жалпы жаңаны табады. Сөйтіп Хизрға Мұса ереді, яғни. Хизр айтады, маған еріп жүр, бірақ сен маған сұрақ қойма дейді. Ешқашан дейді. Енді айтады ғой, енді мені Құдай жіберді деп. Содан кейін айтқан әңгімелер ғой, екеуі әңгімелеседі ғой енді былай. Сөйтіп екеуі жолға шығады. Жолға шыққаннан кейін жолда неше түрлі көреді. Сосын бір балдар ойнап жүреді андай жерде. Сөйтіп Хизр пайғамбар оны, кішкентай бала ойнап жүреді енді балдар. Оны барып бауыздап өлтіріп тастайды. Енді баяғы уәдесі бар Мұса пайғамбардың, ештеңе сұрама деген. Сұрамайды. Сұрайын десе, Хизр оған жауап бермейді бәрібір, өйткені уәде беріп қойды. Сөйтіп тағы бір жерде бір өзеннен өту керек болады. Енді қай өзен ол белгісіз, бірақ содан өтетін қайықшы болады екен сол жерде, таксовать етіп жүрген. Сол қайықшының арғы бетке өтіп болғаннан кейін Хизр оның қайығын тесіп кетеді. Ол жарамай қалады. Жақсылық жасады ғой енді, былай тегін өткізіп жібере ма, ошын сондай. Сөйтіп келіп бір жерге барып, бір ауылға барады енді. Ауылда кілең жаман адамдар тұра ма, сол ауылға келіп бір қонайын деп тамақ сұраса бермейді, ешкім қондырмайды, сондай жаман ауылға кездеседі. Бірақ сол ауылда бір құлайын деп тұрған бір стена болады. Білмеймін енді, сондай бір забор ма бірдеңе. Соны қайтадан қалап беріп кетеді бұлар. Қайтадан қалай бастайды. Забор құлап қалмасын деп. Жақсылық жасап кетеді, яғни сол ауылға. Бұл жерде енді ұзақ әңгіме ғой. Орталарында жаңа Мұсаның қайтадан сұрайтыны бар. Менен сұрама деп ескерттім ғой деген әңгімелері бар енді ортасында. Ол ұзақ болып кетеді. Осы жерде енді Мұса сұрайды енді. Тоқта енді, болды деп. Сен неге бізді мынау қондырмады, мынау ауылға келдік. Бізге жақсылық жасаған жоқ. Бұлардың сен заборын тіктеп атсың. Анау бізге жақсылық жасағанның бәріне жамандық істеп кеттің деп. Сонда жауап береді ғой жаңағы Хизр. Ана баяғы баланы өлтірген себебім, ол бала өссе дейді, ертең ата-анасын тыңдамай кететін болып, сондай жаман бола болады дейді. Мен оның алдына өлтіріп тастадым дейді. Бұл қандай ол тәрбие деймін да, бұл злой тәрбие ғой. Жаңағы айтады ғой енді, ислам ібілістің діні деп те жатады мысалы кейбір адамдар. Соған дұрысқа келіп қалады. Бұл адамды бауыздап тастау не еще жай өлтіре салмаған, оны бауыздап тастайды да. Еще жап-жас баланы өлтіре салғанша, енді Құдай дейтін мықты болса, оны тәрбиелей салуға болады ғой. Басқа вариант көп қой Құдайда. Ананың беріп тұрған тәрбиесін қара сен. Былай қарағанда жақсы адам қылып көрсеткісі келіп тұр. Ана бала ертең әке-шешесін тыңдамай кететіндіктен мен оны өлтіріп тастадым деп тұр. Былай өлтіріп тастай беруге бола ма? Оны тәрбиелеуге болады ғой. Мысалы қазақ дейтін оны тәрбиелейді ғой. Мысалы бұлардың рауияттарын көрдің бе? Осыған дейін бір жауыздыққа негізделген да, былай қараса. Жауыздық. Барлық рауияттарын қарап отырсаң жауыздық. Құранның өзін оқысаң да жауыздық. Ой, ананы өлтір, анау сені тыңдамаса өлтір. Кілең сондай бәрі. Бір ішінде бір игілікке тәрбиелейтін бір нәрсе тауып алу қиын ау. Онсыз да оны адамзат баяғыдан білген ғой.
құран деген кешегі 7 ғасырда болған нәрсе. Одан ар жағында қаншама 5.000 жылдық 10.000 жылдық тарихымызды біз білеміз мысалы да. Ол құранға дейін біз, яғни адамзат мораль деген нәрсені білді ғой енді. Сонда енді анау қара, енді ана қайыққа тесіп кеткен себебі ол жақсылық жасадым дейді. Бұл жерде де жақсылық жасапты да ол. Сол жердің ауылының жаңағы патшасы соғысқа жаңағыдай бір елге соғыс ашайын деп жатқан, сондай қайықтар дайындап жатқан. Егер бұның да қайығы жарамды болса, бұның да қайығын алып кетеді екен соғысқа. Анау жарамсыз болып қалды деп, ана жарамсыз болып кеткен ғой тесіп. Сондықтан оның қайығы қалады, ертең өзі жамап таксовать ете береді деген сияқты. Бұл дым келіспейтін әдебиет қой былай қарағанда. Қазақтардың былай қарап отырсаң әдебиеттері өте әдемі келтірген әдебиет те бар ғой. Мысалы әдебиетте оқыдық талай. Мыналардікін қарасаң бір сауатсыз жазылған. Сосын ана заборға келетін болсақ, сол забордың астында бір жетім балдар болады деймін. Жаңа айттым мен, ол кішкене ұмытыңқырап тұрмын деп. Ертеде оқығам. Сонда соның астында бір жетім балдардың несі бар ма екен, көміп кеткен бір сондай бірдеңе, анау құлап кетсе, сол елдің адамдары оны тауып алады екен да, оны қондырмады ғой, сондай жаман адамдар. Сол жаман адамдар тауып алмас үшін заборды қайтадан кетіп кеткен екен да, сонда тауып ала алмайды екен. Бұл қандай теңеу деймін да, ол теңеулерді де бір келістіріп алу керек қой. Қазақтар әдемі келтіреді де ондай теңеулерді. Бұлардың теңеулері де өзі сауатсыздықпен келтірілген, былай қарап отырсаң. Қазақ әдебиетінде ондай теңеулерді әдемі келтіреді мысалы. Бар ғой қазақ әдебиетінде. Бұлардың әдебиетін оқысаң, осындай жауыздыққа негізделген және кеспірсіз ғой, көрініп тұр ғой енді, ол не әңгіме анау. Сондай жалпы. Аман болайық, сау болайық.